Сәт Бесімбайұлы Тоқпақбаев, генерал-полковник, мемлекет және қоғам қайраткері. 1939 жылы 7 қыркүйекте Алматы облысы Іле ауданы Қазцик ауылында дүниеге келген. Генерал-полковник барлық саналы өмірін еліміздің қауіпсіздік саласын бекемдеуге жұмсады. Ол еліміз тәуелсіздік алған жылдары Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы, Қазақстан Республикасы президентінің күзет қызметінің бастығы, Республикалық гвардияның қолбасшысы, Қазақстан Республикасының қорғаныс министрі, Қазақстан Республикасы тұңғыш президентінің кеңесшісі, Қазақстан Республикасы парламент депутаты қызметтерін атқарды. Дұрыс әрекет мақсатқа жеткізер жолда дұрыс таңдаудан басталады. Әбу Насыр Әл-Фараби. Сәуле Досжан, ақын жазушы, Алматы облысы Ұйғыр ауданы Ақтам ауылында дүниеге келген. Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, халықаралық және республикалық әдеби байқаулардың жүлдегері. Шығармашылық жолын алғаш поэзиядан бастаған. Баспасөзде, Қазақ радиосында, кейіннен Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің аппаратында жауапты қызмет атқарған. Қаламгердің жыр тәж, үшінші есіктің құпиясы, жатқа туған бала, арман қала, үлкен үйдегі үрей, құдіретті қалам иесі, өгей жүрек, сағыныш атты кітаптары жарық көрген. Шығармалары орыс, испан, неміс, қытай, ағылшын, араб, француз тілдеріне аударылған. 2017 жылы Швецияда өткен халықаралық әдебиет фестивалінде жазушының «Өгей жүрек» кітабы проза жанрынан 3-ші орын иеленді.